Армысыз YouTube менікі Samsung Galaxy S22 128 гигабайт 404 мүнткі скидкімен 450 мүнткі скидкімен 404 мың бағасы. Смартфон, страна Вьетнам. Размері компактный сосын. Компактный размер міне. На S21. S21 S22 плюс там мынау да? Жоқ, оны айтам, S22-ның өзіне екеуі бірдей. И мне мынау плюс. Мынау уже плюстер. S22 плюс мына да? Мынау плюс. Иә, плюс үлкендеу болады чуть-чуть да? Мынау компактный. Бұнда 128 гигабайты. Оперативкасы қанша бұның? Так, оларда уже тоже 8 мыналардікі. Оперативкасы 8 да? Анаңғыде 8 да, мынаңғыде да? Иә, мыналар 8. Анаңғыда оперативкасы 8 болады, мынаңғыде. Не, мына уценкісіз тұрған өзі. Мынау уценкісіз түрі өзі. Скидкісіз 449 мың теңге. Мынау уценкімен тұрған 404 мың теңге. Екеуі бірдей телефон да? Төменге подписацияны басып, қоңыраушаны басып қойып отырыңдар. Мынау Galaxy A53 деген. Бұның 128 гигабайт міне жазылып тұр. И оперативкасы тоже 8 да, мұнда да? Оперативкасы қанша? 6. Оперативкасы 6 екен. Бірақ процессоры мощный бар. Процессоры мощный дейді. Мінекей тұр, оппа 219 мыңдар, 990 теңге мың. 8 оперативкасы. Бұны 220 мың почти, ар жағына 10 теңге қосып жіберсең 220 мың теңге болады. Динамик 4 жақтан болады. Динамик 4 жақтан. Google мен связь 2 антенн болады. Мынаның характеристикасы жалпына S21-лер, S22-лер бар ғой. Сондай болады характеристикасы. Оперативкасы қанша? Мыналардікі 8. 8 оперативкасы, жады 128 гигабайт памяті. Аккумулятор 4500 mAh. Я оны білмеймін енді. Соны комментарийға жаза кетіңіздер. Дисплей міне. Қандай нәрсеге обзор жасайын, соны айтып отырыңдар, комментарий жазыңдар, подписацияны басыңдар. Мынау жаңа мен қараған A53, Samsung A53. Артқы камерасы мынандай, 3 камералы, бір вспышкасы бар. Тағы үстінде кішкентай камерасы бар, төртінші камерасы. Төменге подписацияны басып, қоңыраушаны басып қойыңдар.